Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіз. Тікелей эфирді болжау мүмкін емес, бәрі болуы мүмкін, және оны миллиондаған көрермен көреді. Енді мен сізге әртүрлі шоулардың репортерлары мен жүргізушілерінің ең күлкілі сәтсіздік моменттерін көрсетемін. Бастайық. Негізінен репортаждардағы комедиялық көріністердің көпшілігі өтіп бара жатқан адамдардың, тіпті балалардың іс-әрекеттерінен болады. Бәне осы видеода өтіп бара жатқан бала репортерге қол тигізуді жөн көрді. Ал неге ұстап кетпеске? Бәрібір оны қуып жете алмайды ғой. Осындай эпикалық сәтті сіз басқа жерде көрмейсіз. Репортерден керемет сальто. Қарай көріңіз, жігіт ұятқа қалмайын деп сөйлеуді сауатты түрде жалғастырып, эфирді аяқтады. Жалпы қыста тілшілер үнемі күлкілі түрлі жағдайларға ұшырайды. Міне ауа райы болжамының жүргізушісі кенеттен ықылық ата бастады. So far, so good there. Here's the big picture. Cypress to Copperfield as well. 5:36. Compared to heavy rain. Scattered showers and a couple of thunderstorms during the overnight. Студиядағы тікелей эфир кезіндегі көптеген сәтсіздіктердің себебі кадрға ең күлкілі жолмен түсетін қызметшілер. Мына ниндзяға қараңыз. Ал осы нағыз шедевр. Сізге осында қоңырау шалып жатыр, трубканы алыңыз. Спорт алаңында немесе оның жанында өте сақ болу жөн. Әйтпесе репортерларымызға қанша рет күлкі заттар ұшырағанын есептеу мүмкін емес. Ал осы өте әсерлі репортаж болуы керек еді. Соңында тілші өрмекші костюм киген жігіттің құшағына түсуі керек еді. Бірақ ол сценарийні жаттамағаны көрінеді және қызды ұстап қалуға да үлгермеді. Нәтижесінде қыз жерге соғылды. Сіз жай тұрып сұхбат беріп жатырсыз, ал артыңызда адам суға құлап кетеді. Күнделікті болып тұратын зат. Өте кең таралған мәселе. Репортаж кезінде жақын тұрған ересек адамдардың балалық шағы бір жерде ойнайды. Сосын олар репортерлерді мазалай бастайды. Егер сіз тілшілердің қасында тұрып, тек ер адамдар өзін дұрыс ұстамайды деп ойласаңыз, онда сіз қатты қателесесіз. Және тіпті осындай да махаббат білдіретін сәттер де болып тұрады. Kan folk igen gå over broen frem og tilbage. Så det er en god nyhed herfra. Azad Kashmir mein bhi. It would appear that all the parties are pretty much on the same page. Right before the show started, it was pretty easy. You guys having a good time? There it is. Oh my God. Reporting there live from central Moscow. According to the FBI, at the location where he dropped his police under that, where he dropped. Шампанды қалай ашу керек екенін біліп жүріңіз. Мен сізге ессіз репортерларды көрсеткенім есіңізде ме? Камера алдында жолға өте жақын тұратындар. Сонымен кейде бұл ақылға сыймайтын жағдайға да әкеп соғады. Кейде жануарлар мен әртүрлі жәндіктер репортажға кіріп араласады. Репортаж кезінде ең қауіптісі репортер оның артында не болып жатқанына қарамайды. Үлкен құм қамалын құрған адаммен сұхбаттасу үшін тілші жағажайға келді. Ғимаратқа қарау үшін үлкен тобыр адамдар жақындаған. Ақырында не болды? Тілші қыз тепе-теңдігін ұстай алмай, керемет туындыны қиратты. Содан кейін ол ұзақ уақыт бойы кешірім сұрады. Бірақ қазір мұқият қараңыз. Репортер мүсіншімен сұхбаттасуда.
Бұл жігіт эфирге бірнеше рет түсіп, бірдеңені сындырған немесе бұзған. Осыған байланысты көптеген көрермендер бұл репортер осының бәрін өзінің рейтингін көтеру үшін жасайды деп күдіктенеді. Өйткені әрдайым соншалықты оның жолы болмау мүмкін емес қой. BBC арнасында күлкілі оқиға болды. Ауа райы болжамының жүргізушісі әріптесіне камера қосылған сәтте оның ортаңғы саусағын көрсетті. Көбіне тілшілер мен түрлі бағдарламалардың жүргізушілері тұрған жерінде құлап жатады. Кейде тікелей эфирде тілшілердің дәл артында тұрып алып, жануарлар ұят нәрсемен айналысады. Fox арнасында жүргізушілердің бірі пенжегінен ілгішті алып шығуға ұмытып кетті. CNN арнасында өте қызықты оқиға болды. Жүргізушінің орындығы кенеттен түсе бастады. Krvna slika kako hrvatskih građana, tako i hrvatskih poduzeća. Tako da, dakle, temeljem Осымен болды достар. Осы видео сіздің көңіл күйіңізді көтергеніне сенімдімін. Егер солай болса, лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Және жаңа видеомның құр қалмасы үшін міндетті түрде қоңыраушыны басыңыз.